Сәлем достар, сіздермен бірге мен Майк Миллер. Бүгінгі видеомызда біздің My Gaming клуб, яғни менің компьютерный клубым атты ойынымызды жалғастыратын боламыз. Достар, видеоны бастамай тұрып, егер де сен осы видеоны көріп тұрсаң, ұмытпа, сен без подписки қарап жатыруың мүмкін, сондықтан мына жерде қызыл батырманы сұрғыл жібер. Подписаться деген кнопканы баса қоясың, ол жерде тұрған ешқандай қиындық жоқ. Сондықтан достар, біздер кеттік, ал біздер уже қарнымыз ашып жатыр. Походу бізге магазинге барып келу керек. Уже біздің компьютерный клубымыз не болып жатыр? Мен кеше мынандай түнде өзімше бүйтіп кірдім да шығып көріп едім, онымен ештеңе болмады. Өзімше типа бүйтіп ойлап едім, мынаны алып ішін шұқимын деген сияқты ниетте бірдеме жасап көрем ба дедім. Онымен де оны да істей алмадым. И мынаумен мынаны қалай апарып қайтадан орнына қоюға болатынын да түсіне алмадым. Опа, бәрекелді. Так, достар, енді мына компьютерді аламыз. X взять. Орнына қойықшы, пожалуйста. Мен компьютер шыққым келмейді, уже қорқам. Бірден бүлініп кетеді сияқты, как будто. Как будто бірдемесін бүлдіріп алатын сияқтымыз. Сондықтан бәрін орнына қойық. Қарнымыз максимально ашты. Ей! Аман бол. Я, ашпай қойық деп қоям. Мен ашқанмын да. И мынаны жоқ қой, мынаны орнына қоймағам ғой. Не мынау? Опана, дисковод USB. Так. Открепить. Но қалай не істеуге болады? Қайтта орнына. Хорошо. Вставить, взять, поставить. Все болды. Короче, шықмай қойықшы, келесі заттар жасай берейік. Так, енді алып келіп қойыншы, мына болды. Шыққым келмейді. Менде нормально ақша жиналған сияқты, уже 2-3 компьютер жинап алу керек. Соған қарағанда менде қазір қараңдар $616 бар екен. $616 мен қандай қабарып сейіп кетейін. Жоқ, мына несіне барып сейінші. Туалеті бар ғой мынаяқта. Туалет бар, ренжіме көрші. Не болса да туалет ортақ. Туалетке барайық. Так, су, тамақ, бәрі керек. $300 дейді ғой мыналар. Мәс саған. Бұл зат на кассу дейді. Бұл не? Есік па, типа мықты есік. Жома, мықты есік керек емес. Мықты осындай заттар бар, сатып алуға болатын. Мынау. Керама бар. Серьезно? Ішті әдемі қылуға бола ма? Есіктерді қараңдар, $216. Мықты есіктер бар, дивандар бар мықты. Мынандай есіктер бар екен, $48. Мынандай есік бар, $18. Мынау не? Так. Мынау кәдімгідей көршіден біраз бизнес ашып алып жақсы. Қазір бізге ол емес, бізге машинамен бір жерге барып келу керек, оған дейін eBay-ға кірейік. Так, главная страница. Не бар? Nvidia, GeForce, даже комплектующийларын бар ғой, өзгертсек болады, сенесіңдер ма? Категория кондиционеры, HDD, SSD, материнская плата, блок питания, процессоры. Корпус қайда? Корпус сатпайсыңдар ма не? Корпус қақты сатып аламыз. Мынау хорошо категория. Мынаяқта типа арзан да бәрі. Хорошо, мына жерде онда ештеңе ала алмаймыз. Кошелек, заметки, eBay. Серьезно, компьютер с нуля жинаймыз ба не? Мен корпус қайдан алам? Корпус. Өте қиын ойын, достар, байқадыңыздар ма? Менде комментарийден қарап отыр, біреулер айтып отыр, вообще ойнамай ақ қойшы дейді да маған. Мына ойынды. Не деген қиын ойын дейді да. Миды ашытатын. Корпус сатасың ба? Корпус. Компьютерге корпус сатасың ба? Корпус алу керек. Так, корпус алудың маңыздылығы. Так, хорошо. Біз машинамен барып бір қыдырып келейікші пока. Мынаяқта ақшаны алып кетейік. Мынау деген, тым ақша түскен жоқ па не? Ол жақта ештеңе жоқ, мен бір айнала алып келем бәрін. Так. Мына жерде бірдеңе сатады екен, көрейікші.
Аш. Ема, есікті ашу сондай қиын, білесіңдер ме мына ойында? Так, бұл жақта, компьютердің комплектующийлері осы жақта екен ғой. Так, мына жақта материнка, так, гигабайт. Мықты-мықты, мен жалпы өзім компьютер жинадым. Енді өзім полностью қолмен жинаған жоқпын, а так интернеттен заказ бердім да, комплектующийларын с нуля. Сондықтан жалпы менде компьютерді білемін. Бізде тұрған қазір компьютер ол дискі. Міне процессорлер. Короче, бұл процессор дегенде бұл просто пустой корпус. Достар, айтайын сендерге. Пустой корпус. Ішінде дым жоқ. Сол үшін ішінде бірдеңе болу үшін бізге сатып алу керек. Мына жақта с нуля міне. Мына жақта бізде блок питания 1000 ватт. Вольт. Так, енді бізде қазір тұрғанда 400 вольттық. Ол әрине біздің қазіргі тұрған видеокартаға болады. Бірақ та біздер егер мықты видеокарта алатын болсақ, процессорлер мұнда, видеокарталар міне. Мықты видеокарта алатын болсақ, мысалға 2080 деген сияқты да. 2080-ді алсақ 400 ваттық, вольттық блок питания болмайды, 400-дік блок питания. Сондықтан бізге әзірше қымбатта $730 тұрады. Әзірше бізге 550 емес 1050 Ti алу керек жалпы шама келгенше. Мәшинаға неде сатады екен мына жақта? Аккумуляторда сатады екен. Аккумулятор отырып қалуы мүмкін бе, не серьезно? Я не хочу отырып қалған. Так, бізде $616. Енді кішкене ақылмен шешейік. $616-ға біздер қалай жеткізсек болады? Егерде битсекші. Егерде мен мынаны $130 алсам. Я? Видеокартаны $130 алам. Ман ажажды дисклер керек пе? SSD керек қой енді, SSD-ні білем керек екен. SSD-ні $50 алсам, екеуін $100 болады. Мына жақта мықты SSD-лар бар екен, прикиньте. Мықты SSD алам ғой, DDR. DDR3, негіз DDR4 болған жақсы. $80-ға біреуін алам, я? Мына жақта материнская плата өте қымбат. $164-ға мынаны алам. Мынау енді бәрі бірдей екен, $26. Так, етегі аты есіме түспей тұрған, қалған барлығы в принципе қол жетімді. $90. $90-дың кулерлері мықты екен. Так. Енді процессор. Процессор мына жақта КПУ дейді. $46. Нормально ғой, процессорлар қатты қымбат емес. Қымбат екен ғой, i9-лар бар екен ғой. Да, в принципе, алып бастайық, достар. Онда мен қазір ең басын неден бастайын? Ең басын процессор алудан бастайын. Анау қайсыған сияды екен? Мынаған сияды деген ниетте негізі бар ғой. Корпустан бастайық деген ғой. Корпус мына корпус $200, бірақ оны алуға пока бізде мүмкіншілік бар, бірақ та смысл жоқ алудың. $68, $34-дігін алайын на кассу. Пока сіз не жинақтай беріңіз, мен қазір атып білем ғой. Көмек керек емес, в принципе, өзім разбираться ететін сияқтымын. Смело. i3, i7 неше? i7 7700K. В принципе, бұл мықты, бірақ та қазір ақша жете ма, жетпей ма? Вот, сода әңгіме. 1050 Ti алады сияқтымын, компьютер жақсы болу үшін. 560 алу деген бессмысленно. Так, переключателдер. Оны да алу керек, екеуін, кстати. Материнская плата. Ё-моё, уже $300 кетіп қалды бұлайынан. Тіп-тіке DDR4 алсақ. $80, хорошо. DDR4 алдық. Азу ше, азу. Мен ажажданы алғым келмейді. Азу күшкене SSD алам. Аждыды керемес шар. HD, так. Ажаждым. Бұл, короче, бұл жесткий диск, ал бұл SSD. Бұның жұмысы, бұл, короче, компьютердің основной несі ғой, негізі 2 терабайттық түрі. Қымбат тұрады 2 терабайттық түрлері. В принципе, бізге 250 гигабайт жететін шығар, бізде енді ойын ойнайтын ғой. 2 терабайт дейді, ё-моё. $32 250 гигабайтын алайық. SSD. Менде, так, 256 гигабайт, 120 гигабайт. SSD тек компьютердің тез жұмыс жасауына жауап береді ғой, яғни, я? Бұлай тез қозғалып, тез жұмыс жасап, в общем, в целом. Сол үшін ананы ала салдым, 120 гигабайттығы жетеді. Мен не алдым? Процессор алған жоқпын. Intel Core i3
4700, оны алғым келмейді. i5 7400. Ага, i3 1000. Пока что бізге i3 1000 болатын сияқты. Бірақ i5, ага, i3 1000. Или i7, оған ақша жетпей қалады точно. i3 1000 алайық. Аккумулятор отырды. Ал! Мәшін сол жігіт стак бітеміз, походу. Так, ага, 400 вольт. Так, бізге 500, 600, 700. Так, бізге 500, 600-дық болады-ау. Болады негіз 1050 Ti'ға. Қараңдар, уже біз ана, как будто андай бір магазинде тұрған сияқты шын болып отыр да барлығы. Енді тамақ жегізу керек, қасқа. Аха, осының бәрі жинақ қойыңыз, мен қазір келіп алып кетем. Так, енді маған главный қазір комплектующиялар керек қой, мына нелердің бәрін сосын аламын ғой. Главный корпусын алдым. Керек, тұр. Корпус алдым, материнская плата алдым. Ренжімеңіз, секіріп атсам. Так, блок питания алдым, SSD алдым, HDD-ны алдым, DDR4, AZU алдым. Так, AZU алынды, енді не керек еді басқа компьютерге? Процессор алынды ғой да, процессор. Intel Core i5 тұр, дұрыс. Так, қанша екен? Недостаточно денег дейді. Ал, аман бол, SSD-ны алып тастайық онда. Убрать. Енді көрейік шал. 1050 Ti ғой қымбат болған бізде. Процессор қымбат болған сияқты сосын. Жоқ, процессор арзан болды. 1050 Ti қымбат болды ма не? 256 доллар, 240 доллар мынау деген. Мынаны алайықта, анан тастайық онда құрсын пока что. Қайда анау? Убрать 1050 Ti. Бәсе ақшам жетпей қалады осының кесірінен. Қанша екен айтасың ба, хотя бы мен білмеймін ғой қанша екен, енді общий есептеймін ба, калькулятормен жүруім керек па, мына ойында мен түсінбеймін. Так, біздер бір мынау соншалықты қанша зат қымбатқа кетті, түсінбей мен. Процессор, хорошо, процессорды онда арзандауын алайық. Мен i3 алдым 170 долларға. i3 116 долларға алайын онда. Негізі компьютер жинау үшін бар ғой. Біраз зат шықлау керек, мынау негіз базар жоқ, негіз қиын. Оп, бәрекелді. Даже мынаны ала алмайатым ғой, не дейсіңдер енді? Бәрін алып кеттік қой. В принципе, да? Смело. Так, установите 3 постера в клубе дейді. Оны қарап жүрген біз жоқ қой. Мына жерде басқа жұмыспен айналысып қой біз деген компьютер жинаумен. Мен новый компьютер жинап алсам, мынаны ауыстырам ғой орнына. Опа, аккумулятор сатып алып сияқтымын, походу. Тамақ жегізу керек нағасы қанында бір. Так, енді бізге керегі. Бүйтіп қойықшы. Бүйтіп. И қазір компьютерді ашып бастаймыз. С нуля жинаймыз, с нуля. Прям новый компьютер, ешкім отырмаған компьютер жинаймыз. Так, енді бізге не керек? Аха, мен нелерім ғой да. Рабочий процесс қой, рабочий процесс снять. Взять. Ага, поставить. Так, бұны қалай құлатуға болады екен? Вращать влево, вращать вправо. Ага, так, включить привязку. Құлата алмайсың да, биіктеу жерге қою керек, онда не болса да. Ренжіме пока что. Осылай жөндемесем пока болмайды. Потому что мне қиын. Распаковать дейді. Прикиньте, распаковка. Сіздердің алдарыңызда бізде материнская платаға распаковка. Саған. Осы ма распаковка? Так, енді материнская платаны на жерге қояйық. Пока что вариант жоқ басқа. Распаковка. Так, мынаны былай қойық. Распаковка. Процессор алдық. Мынаны аламыз қазір, мынаны прикрепить етеміз. Мыналар в принципе жасалатын заттар. Процессорды қою керек. Процессорды аламыз, міне. Процессордың орны бар. Ол мына жер. Бұлай емес, бұлай қойылама бірдеме ғой.
Қалай ашасың болттарын? Гигабайт, материнка дұрыс тұр ғой. Міне SSD-ні тығасын яққа. SSD қайда? Распаковать, взять. SSD, міне. Біздің не? Азу SSD деп қой. Азуды саламыз. Мынаны аламыз. Орнына апарамыз. 600 вольттық. Несі? Коробкасы ма? Кетші коробка болса. Взять. Так, енді мынаны орнына қоямыз. Взять. Екінші неге қоятын шығармыз? Бірге. Тұра берсін, жақсына жерге SSD кетеді ғой, есть что. Ага. Так, взять. Материнка не салмасам, мен қалай түсінбей тұрмын мен. Видеокартаны қоя беруге болады, в принципе. Видеокарта ол жасалатын. Ай, жоқ. Видеокартаны қойдық. Мынаны қалай қоям мен, Точность 2% дейді. Так, хорошо. Мынаны апарып қоя беруге орнына. Так, нормально. Енді процессор таба алмай қалмай, процессор аппас. Кетші. Мынандай базар жоқ екен мынау. Короче. Так, енді кішкентай процессор аламыз. Артық тағы бір процессор алатын, прикиньте. i3 деген процессорлер болмайды екен, оказывается. Мынада бензин жоқ. Анаяқта компьютер сала алмай атық, не өп кетті? В чем проблема? Бер шакеліна процуханы маған. Осы ма мықты процессорың? Күте қандай? $20 тұратын. Осы салына ма хотя бы? Осы салынса, осын салайық, не істейміз енді? Амал жоқ. Нән салынбайды. Потому что нәні типа... салынады екен, оказывается. Нан қарандар. Неше мынау? Intel Core E3400. Короче, білмейтін процессор. Хорошо салынды, прикиньте. Сен не ма? Ау. Не керек айтшы. На процессорды енді бітеміз. Пока на жей қоя отырамыз, прикиньте, достар, вообще мен ондайды ешқашан ойламаппын, то что однажды какой-то процессор салынбайды деп. Оказывается, просто үлкен екен айтпайды ештеңені, мысалда айтуға болады. Солай саған осы салынбайды, потому что осындай деп та. Болды, в принципе, бір компьютер жинадық. Короче, тамақ жеу керек, машинаға бензин алу керек, мына компьютерді до конца жинау керек. Вообще, мына ойын в целом дальше жалғастыр деп айтсаңыздар да, мен ойымша жалғасы өте қиын болатын сияқты. Сондықтан комментарийге жазыңыздар. Өте қиын видео болды, өте ауыр видео. Лайк бас комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Майк Миллер, келесі жүздескенше. Давайте.